жасанды интеллект, нейросет дегеніміз не? Мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндірейін. Жасанды интеллект дегеніміз бұл компьютерлік бағдарлама. Адам сияқты ойлайтын, шешім қабылдайтын. Адамның миында кейбір істейтін жұмыстарды істейді. Мысал үшін, жасанды интеллект нейросет айырмашылығын айтайын. Жасанды интеллекттің бір бөлігі нейросет. Например, жасанды интеллектті бизнес-центр деп алайын, бизнес-центр. Ал нейросет соның ішіндегі бір сотруднигі. Например, ол қандай сотрудник? Сатушы сотрудник та. Ол отдел продажада отыратын сатушы сотрудник, ол нейросет. Енді бұл тек сатуды мықты біледі, сатуға мықты дайындалған, оған скриптар барлығы үйретілген. Бұл бір нейросет. Ал екінші нейросет ол маркетолог. Ол маркетингті мықты біледі, қалай клиент әкелу керек, қай жақтан клиент іздеу керек, оның барлығын біледі. Ол екінші нейросет. Нейросеттер основном бір жұмысқа ғана икемделіп бағытталады. Неге? Егер ол жердегі жаңағы сатушы, ол маркетологтың жұмысын істесе, сатушы болса, одан кейін жаңағы техничка бүкіл жұмысын атқарса, продуктивность слабы болады. Өзінің жұмысын дұрыс атқарамын. Сондықтан нейросеттер олар бір жұмысқа бағытталады. Енді қараңыз, мынау сатушы, мынау нейросет сатушы, мынау маркетолог, мынау техничка, техперсонал, осылардың барлығы жасанды интеллект болып есептеледі. Бұларға қалай? Бұларға үйретілді. Бұл просто так сатушы бола салған жоқ. Оған үйретілді. Полностью үйретілді. Сол сияқты нейросеттерді үйретіледі. Например, қарапайым мысал, дауысты танитын нейросет туралы айтайын, бір қонақтар келді маған, мен қараймын да, ғалым ағалар келді ма деймін, дауысынан танып қойдым. Мен қайдан білдім? Менің миым ғалым ағаның дауысын естіген бұрын. Менің миымда қалған ғалым аға дауысы. Мен танып тұрмын. Сол сияқты нейросетті менің миымның жұмысын істейді. Ол ғалым ағаның дауысын естігеннен кейін бірле, кейіннен ол бір кісі келсе, ол айтады, ғалым ағалар келді дейді. Енді қараңыз, нейросет сол адамның миының бір бөлігін жұмысын істеп тұр.